Жігітке оның пәтер қатты ұнады. Жаңа болмаса да өзінің сатып алған пәтері еді. Ол ақша жинап осы жерді қалай жөндеу жұмысын жасайтынын елестетіп отырды. Бір кезде көзі көне шкафқа түседі. Ол ескі болғандықтан жас жігітке ұнамады. Жігіт орнынан тұрып аздап күш салып шкафты жылжытады. Бұл шкаф бұрын осы үйде тұрған кәрі әженің шкафы еді. Жігіт артындағы көрініс таңғалдырды. Ол шкаф артынан қызыл есікті көреді. Бірақ бұл есіктің арты көшеге қарап тұратын қабырға еді. Бір кезде есіктің артынан біреу қағады. Жігіт тұтқан тарту үшін жақындағанда арғы бетінен біреу дауыс шығарып және біраз қағып тұрады. Жігіт әлде бір ессіз күйде тұрады. Бірақ аз уақыттан кейін есіктен шулы дауыс басылады. Шаршаған жас жігіт ертеңгі жұмысым осы есікпен болады дейді. Бірақ ертеңге дейін ол жай ғана ұйықтап қалмады. Ол қоймаға барып осы есікті ашу үшін құрал жабдық алады. Қайтып оралғанда ол есікті таппады. Ол жоқ болды. Сол кезде ер адам артынан есіктің тарсылдағанын естіді. Бұл баяғы қызыл есік еді. Бірақ қазір бөлмеден шыға берісте тұрды. Бірақ ең қорқынышты қазір бұл бөлмеде терезе жоғалып кетті. Ол есікке қарай жүгіріп барып, оны ашулы түрде қаға бастады. Рита есімді қыз өз пәтерін қатты жақсы көрді және қабырғада жаңа қызыл есік пайда болған кезде қатты қорықты.